Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен таңғы асқа өте оңай панкейктер жасайтын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін ең алдымен жұмыртқаның ақ уызы мен сары уызын ажыратып, ақ уызын жақсылап аппақ болғанша миксерлейтін боламыз. Және де достар, ескеретін жайт, жұмыртқаның ақ уызын көпіртетін ыдыс міндетті түрде құрғақ болуы қажет. Содан соң жұмыртқаның сары уызына қантты салып араластырып, оның үстіне сүтті құйып, сосын ұнды және қопсытқышты салып, жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған массаға жұмыртқаның көпіртілген ақ уызын қосып, күрекшемен жаймен араластыратын боламыз. Содан соң қызып тұрған орташа оттағы табаға дәл осылай 2 қасықтан сала отырып, 2 жағында пісіріп аламыз. Екінші жағына аударатын кезде дәл осындай көпіршіктер пайда болады. Сол кезде екінші жағын аударып пісіреміз. Достар, өте оңай дайындалатын панкейктерді таңғы асқа жасап, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Және де видеоға пікір қалдырып, жүрекшені басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.